Құрметті көрермен, керемет. Құрметті көрермен, алдарыңызда өнер көрсеткен ұлттық ұлан ән би ансамблінің ерлер хоры және де таныстырып өтеге бұл хордың жетекшісі Бауыржан Алтынбеков. Қайырлы таң! Қайырлы таң, жігіттер. Қош келдіңіздер біздің эфирге. Уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге рахмет. Енді менің кішкене таңғалып тұрған сәтім бар. Жалпы әскери хор деген уақытта міндетті түрде әскери форма киіп алған, қолында мылтығы бар, сосын тік қасқайып тұрған жігіттерді көреміз да, бүгін сіздер сондай бір ерекше, өте бір мейрам, сондай жарқын түсті киімдер киіп алғансыздар. Не себеп болды? Неге бұндай шешім қабылдадыңыздар? Рахмет. Бұл себебі бұл жай емес. Бізде 27-ші маусым біз үлкен жаңа жоба бастап жатырмыз. Өзіміздің жеке кинофильмдерден құралған естен кетпес ескі әндерді концертін құрмақшымыз. Соған байланысты осындай жаңаша образ. Жалпы концерттегі киетін киімдеріңіз осы ғой қазір, осындай. Тамаша. Білуімше, қателеспесем, осыған дейін ондай үлкен шаралар өтпеген секілді. Сіздер алғашқыларсыздар ғой. Жалпы Қазақстанда қазір өздеріңіз білетіндей, сондай шетелдік кинофильмдерден, шетелдік сериалдардан, шетелдік кинолардан саундтрек концерттер көп қазір. Бірақ олардың барлығы осындай үлкен ауқымды ұжымдардың орындауында, оркестрдің, симфониялық оркестр, халық оркестр. Ал біз өзімізше жаңаша, сол формат, бірақ жаңаша Қазақстанда болмаған хордың өнерінде сондай саундтрек концерттер, соның ішінде ерлер хорымен сондай проект жобамызда бар. Жалпы бұндай концерт алғашқы рет өтпекші біздің елде, иә? Алғашқы рет. Нақты әскери бөлімдегі ерлер хоры басшылықтарыңыз қалай қарсы алды мына ұсынысты? Қалай бұны рұқсат берді, соны айтыңыздаршы. Басында барлығы таңғалды, қалай болады екен, жұрт қалай қабылдайды екен деген сияқты. Бірақ біз өзіміздің ойымызды, өзіміздің жоспарымызды түсіндіре алдық ол кісілерге. Керісінше осындай қалыптасқан жаңағы не бар ғой, стереотипті бұзайық. Соны бұзайық. Біз тем более өзі қарап отырсаңыздар, бізде жас жігіттер барлығы. Неге жасамасқа, неге жасап көрмеске деп осы алған бетімізден талмай келе жатырмыз. Керемет. Енді маған қызық болып тұрғаны дайындықтарыңыз. Қателеспесем, осы мюзикл стилінде деп айтсам болатын шығар, иә? Оған ұзақ дайындықты қажет етеді. Қанша уақыт қажет болды сіздерге? Енді бұл жалпы идея дейміз ғой. Бір жарты жыл бұрын пайда болды. Жігіттермен ақылдасып, бірақ енді оңай емес, бұның барлығы хормен оның нотасын жазуы бар, фильмдердің келтіруі бар, программаны жаңағы түзуі бар, қандай әндер керек, естен кетпейтін жаңағы хит әндер деп айтамыз ғой. Әндерді таңдауда да ол қатты қиын болды ол сұрақтарда. Бірақ енді ұзын қысқасы 3 ай, 4 ай таңнан кешке дейін кәдімгідей жігіттермен дайындалып, енді осы аз ғана күн қалды. Қандай әндер орындалады? Шет жағасын айта кетсеңіздер, енді құпия мүмкін жасырып тұрған түрлеріңіз де бар шығар, бірақ енді бірен сараң айта кетсеңіздер. Мынау қазір сүйем сен әнін орындап бердіңіздер, тағы да қандай әндер орындалады? Біздің хормейстеріміз Әділ айтып берсін. Енді бұл жобада, бұл келе жатқан 27 күн болатын концертімізде өткен жылдары жаңа айтып кетті ғой. Қазақфильм және Мосфильмнің ең үздік киносынан жаңағы ең тәтті дейді ғой. Сондай шығармаларын алдық. Оның ішінде «Приключения Шурика» деген фильмнің ішіндегі әндер бар. «Операция Үй» деген фильмнің әндері бар. Және де содан басқа бәрінің есінде қалған үздік әндерді алдық. Неге тек қана Қазақфильм және Мосфильм, неге бір шетелдік әндерді неғып орындамасқа? Өйткені жаңа айтып кеткенде басында жаңағы болып жатқан саундтрек концерттердің барлығы негізінен жаңағы түрік сериалдарынан, «Пират Карибского моря», түрік сериалдары, корейский сериалдарынан, және шетелдік фильмдердің алынған барлығының бағдарламасы сол бір тема, бір тақырыптың айналасында жүр деп айтса да болады. Ал біз осы естен кетпейтін бұл әндердің, бұл кинофильмнің әндерін әр апамыз, аталарымыз сөздеріне дейін жатқа білетін деп айтсам артық айтпаған боламын. Көрерменіміздің жанына жақын әуендерді орындағымыз келді дейсіздер ғой. Ностальгия дейді ғой. Соның ішінде әрине басында былай анализ дейді ғой. Анализ жасаған кезде жаңағыдай қазіргі көп контенттің көбі жастарға арналған да, бағытталған. Жаңағы дорама концерт болсын, корейский, түрікше болсын. Ал біз содан артқа қартай шегінуді жөн көрдік. Біздің үлкен буынға арнап
жаңағы осы концертіміз біздің үлкен буындарға, аналарымызға, апаларымызға арналып, сол кісілердің жастық шағына, сол кезеңге саяхаттауға мүмкіндік берді. Керемет. Негізі құрметті көрермен, жаңада эфир барысында, басында біз осы ұлттық ұлан ән-би ерлер хорының кешіне, ретро кешіне 2 билетті ойнаттық. Бізде жеңімпаз бар, 13 жастағы біздің жасөспірім жігітіміз ұтып алды. Сондықтан да апа, ана емес, 13 жасар жасөспірім бала ұтып алды билет сіздердің концерттеріңізге. Енді сол билетті өздеріңіз тапсырсаңыздар, жеңімпаз жігітімізге. О, қандай керемет. Білмеймін, жетпейтін сияқты тағы бір екеуін берсе. Береміз, міндетті түрде. Біздің әкімшілер тапсырады. Енді қараңыздар, маған қызық болып тұрғаны сіздердің киім үлгілеріңіз. Енді көмектескен шығар. Стилист жалдадыңыздар ма, оның бәрін қалай жүйеге алып келдіңіздер, айтып берсеңіздер. Жоқ, оның барлығын қалай айтса болады. Стиляга деген киноны көріп алдық па? Стиляга деген стиль ғой жалпы. Жас болғандықтан біз енді ойладық, басында жаңағы 90 жылдардың киім үлгілері бар, олардың барлығы түстері қалай айтсам болады, қанық, жарқын. Қанық, жарқынға келмейді, содан кейін біз соларға жақын сол жылдарда шыққан ғой, бұл да стиль. Содан кейін сол біріктіріп жіберейік деген оймен осындай түрлі түсті стиляга стилін таңдаған болдық. Керемет. Енді жаңа айтып кеттік қой, мюзикл стиліне келе ме деп неге сұрадым, өйткені сіздер жаңа айтып қалдыңыздар, біз билейміз, ән айтамыз дедіңіздер, қысқаша қойылымдар да болады екен. Енді тосын сый болсын сіздерге, қазір ғана сұрағым келіп тұр, 1-2 іс-қимыл көрсетсеңіздер, мысал ретінде қандай билейсіздер, синхрон. Синхронисті көрейік. Сол енді қалай айтса болады, бұл да бір андай не ғой, қалыптасып қалған стереотип хорға байланысты. Хор деп адамдар ойлаған кезде, естіген кезде ол шығады, папкалармен тұрады, жаңағыдай тік тұрып айтатын хор деп. Оған да біз сол стереотипті сындыру үшін би арасында күлдіреміз, тыңдармандарды жылатамыз да, сосын залға түсіп, оларды көтеріп, биге де шақырамыз, сондай жан-жақты көпшін. Тамаша. Би дегенде біз енді қатты сондай емес, сол баяғы кән көрсетіп жіберейік, кетем-кетеммен. Кішігірім да, сол баяғы барлығымыз білетін. Твист па? Бізде көрейік келіп. Теңеуілік мен сөйлесенің үшін мен әлі күрсінемін көремін. Кетем дегеме кет алмаймын, мен неге шарайлап жүремін. Бәркелді. Біз бұл кешке міндетті түрде баруымыз керек, өйткені еске аламыз, билейміз, ерекше күшті кеш болады деп ойлаймын. Енді осы мүмкіндікті қолдана отыра, бізді көріп отырған барша көрермендерді шақырсаңыздар болады. Құрметті барша Астана қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 27 маусым кешкі сағат 19:30-да Жастар сарайында біздің киноконцертімізде күтеміз. Келіңіздер. Енді күтеміз. Біз барамыз міндетті түрде. Енді бізге айтып жатыр. Енді ән орындасыншы, айтып берсінші, тағы да қандай ән орындап бере алады деп айтып жатыр біздің команда. Әрине, неге айтмасқа. Қандай ән? Менің атым Қожа фильмінен Туған ел деген ән. Қандай керек? Қабыл алыңыздар. Туған елдің өлеңіміз, өмірге еркелеп, көңілді өлкелеп, қараймыз келер күнге туған ел. Отаның олғаны бір жігіттер, жолымыз тұрғанын ұқия бер, өзімді жырлаймыз туған ел. Отаның олғаны бір жігіттер, жолымыз тұрғанын ұқия бер, өзімді жырлаймыз туған ел. Біз отанның ұланымыз, біз отанның қыранымыз, өмірге еркелеп, көңілді өлкелеп, қараймыз келер күнге туған ел. Отаның ұланы біз жігіттер, жолымыз тұрғанын ұқия бер, өзімді жырлаймыз туған ел. Отаның ұланы біз жігіттер, жолымыз тұрғанын ұқия бер, өзімді жырлаймыз туған ел. Бәрекелді. Тамаша. Енді бізді қазір ғана тыңдаған көрермен, неге тек қана елордамызда, неге басқа өңірлерге бармайды деген сауал туындаған шығар. Басқа өңірлерге бару жоспарда бар ма осы кешпен? Құдай қаласа, алғашқы концертімізді беріп алғаннан кейін,
міндетті түрде бұл Қазақстанның барлық қалаларын аралап гастрольдік сапар жоспарымызда бар. Рахмет, достар. Жігіттер, келгендеріңізге рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, міндетті түрде концерттеріңіз еселеніп өтсін, көрерменнің жүрегіне әуендеріңіз жетсін дегіміз келеді. Және де жалғасын тапсын дегіміз келеді. Рахмет. Құрметті көрермен, мінекей біздің эфир жалғасуда, ары қарай сіздер үшін жарнама.